Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы сөз таптары. 85-ші сабақ. Сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз таптарына бөлінеді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Бұлар сөз таптары. Соның бірі зат есім. Ол заттың атын білдіреді. Зат есімге қойылатын сұрақтар кім, кімдер, не, нелер. Бірінші жаттығу мәтінді тыңда. Мирас, ертең біздің үйге көп қонақтар келеді. Шілдехана жасаймыз. Шілдехана деген не? Шілдехана жаңа туған нәрестенің құрметіне арналған той. Тойда балаңыздың бауы берік болсын деген құттықтаулар айтылады. Қонақтар ән салып, домбыра тартып, өлең айтады. Шілдеханаға шақырумен де шақырусыз да келе береді. Бұл той өмірге адам келгенінің белгісі. Бірінші бет. Сөздерді оқып, бұл сөздерге сұрақ қоя отыра кестеге орналастырамыз. Ата. Кім? Ата. Салт дәстүр. Не? Салт дәстүр. Қырық. Қанша? Қырық. Жеті. Қанша? Жеті. Үйренді. Не істеді? Үйренді. Қызық. Қандай? Қызық. Шілдехана. Не? Шілдехана. Бесік. Не? Бесік. Салды. Не істеді? Салды. Үлкен. Қандай? Үлкен. Немере. Кім? Немере. Жасайды. Не істеді? Жасайды. Шақырды. Не істеді? Шақырды. Қонақ. Кім? Қонақ. Әже. Кім? Әже. Кішкентай. Қандай? Кішкентай. Дәптерге бүгінгі күнді жазуды ұмытпа. Үшінші жаттығу 42-ші бет. Жас баланы қалай атайтынын тауып жаз. Төртінші жаттығу 42-ші бет. Кім сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек, не сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек топтап жаз. Бірінші жаттығу 41-ші бет. Мәтінді түсініп оқы. Аудио жазбамен жібер.